Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі сабағының 4-ші сабағы бойынша тақырыптарға тоқталамыз. Оның ішінде лексика тарауына тоқталатын боламыз. Сөз және оның мағынасы, амоним сөздер, синоним сөздер, антоним, жалпы сөздердің жасалу жолына тоқталатын боламыз. Жалпы сөздің лексикалық мағынасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді. Сөздің тура мағынасы ол біздің сөздің бастапқы мағынасы, ең бірінші, яғни түбіргендегі тұрған мағынасы. Сөздің ауыспалы мағынасы деген. Яғни сөздің мағынасының ауысып басқа мағынасынан өзге мағынада қолданылуын айтамыз. Сөздің ауыспалы мағынасы, яғни сөз екінші бір сөзбен байланысқа түскен кезде жасалады. Ал енді мына жердегі кестеге назар аударайық. Жалпы тура мағынада терең көл, яғни тура мағынада қолданылған сөз. Ал осы сөйлемдегі терең деген сөзді біз ауыспалы мағынада да қолдана алады екенбіз. Яғни терең ой, ашық терезе, ашық мінез деп ауыспалы мағынада қолданамыз. Яғни ашық мінез, ақ көңіл, жайдарлы адамды айтып жатамыз. Өткір қайшы, өткір көз, немесе өткір сөз деп айтып жатамыз. Міне, құрметті ұстаздар, яғни сөздің тура және ауыспалы мағынасына қатысты мысалдар. Сөздің көп мағыналығы, яғни біз оны кейде ғылыми тілде полисемия дейміз. Бір сөздің басқа сөздермен тіркесіп әртүрлі мағынаға ие болуын айтамыз. Мысалы, адамның басы, судың басы, яғни судың бастау алатын жері бұлақ, сөздің басы, сәлем, амандасу, сәлемдесу, таудың басы, таудың ең жоғарғы бөлігі, яғни таудың шыңы деп айтып жатамыз кейде. 4-ші бір мағынасы, сөздің лексикалық мағынасы, ол амоним болып табылады. Ал амонимдар барлығымыз білеміз, дыбысталу бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер. Мысалы, жақ деген сөзді амоним ретінде қолданатын болса, жақ жалпы адамның жағы. Біз дене мүшемізге жатады. Кейде біз жақ дегенде от жақ, отты жақ деп айтамыз. Немесе оң жақ бөлігіміз, оң жақ қолымыз деп айтамыз. Маған жақ бол, менің жағымда бол, мені қолда деп те айтып жатамыз. Немесе қара бояу жақ, яғни әрекет. Жалпы амонимдердің жасалу жолдары төмендегідей жұрнақ арқылы жасалады, яғни шығыс, шық деген, оған ыс, жастық, жас және тық. Кірме сөздер арқылы жасалады. Мысалға, бақ деген барс тілін бақ, сап деген араб тілін саф деген сөзінен жасалынған. Сөздің дыбыстық өзгеріске ұшырауы біз, бігіз деп те айтып жатамыз. Ал жалпы енді, мысалға, көп жағдайда бізде көп мағыналы сөздермен амонимдерді шатастырып жататын оқушылардың сондай бір кездері болады. Қарап отырсаңыздар, көп мағыналы сөзбен амонимдердің айырмашылығы, амоним сөзі жеке тұрып бірнеше мағынаны білдіреді. Амоним. Ал көп мағыналы сөз екінші сөзбен тіркескенде ғана бірнеше мағынаны білдіретін болады. Және де көп мағыналы сөздер бір ғана сұраққа жауап береді. Таудың басы, сөздің басы, көлдің басы не деген сұраққа ғана жауап береді. Ал амоним сөздер бізде
әртүрлі сөз таптарынан жасалады. Көп мағыналы сөздер, яғни бір ғана сөз табынан жасалады. Сонымен қоса амоним сөздің мағыналарының жаңағы айтқандай арасында ешқандай мағыналық ұқсастық болмайды. Әрбіреуі жеке алғанда жеке мағына, жаңағы жақ сөзін алатын болсақ, адамның жағы, отты жақ дегенде екеуі екі бөлек. Мысалға, ол бірінші мағынасында кәдімгі мынау дене мүшесі болып саналса, екінші жағында, екінші сөйлемдегі мағынада бұл кәдімгідей етістік, яғни іс әрекет болып тұр. Бірақ жазылуы бірдей. Міне, яғни амоним сөздер есім сөз болып, дене мүшені білдіріп тұрса, бірінші сөзде мысалға бірінде етістік ретінде іс қимылды білдіріп тұр. Ал көп мағыналы сөздің мағыналарының арасында ұқсастық болады. Мысалға, судың басы ол бұлақ, таудың басы ол шыңы. Жалпы айтқанда, амоним сөздер әртүрлі сөз табынан жасалатын болса, көп мағыналы сөздер бір ғана сөз табынан жасалады, және де белгілі бір сөздермен тіркесіп қана көп мағынаға ие болады. Антоним сөздер барлығымызға белгілі, яғни мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді біз антоним сөздер дейміз. Синоним сөздер кейде мәндес сөздер деп те қолданып жүрміз қазіргі уақытта. Бұл жаңағы мағыналары бір-біріне үйлесетін, мағыналары бір-біріне жақын келетін, бірақ жазылуда айырмашылығы бар сөздерді біз синоним сөздер деп айтамыз. Осымен біздің осы таруға арналған сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.